Ассалаумағалейкум трейдерлер, көптен күтілген 6-шы сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақта мен Форекс базарын анализлеудің екінші түрі болған фундаментал анализ түрін үйретемін. Онан кейін жаңалық түрлері, яғни ньюстың түрлері, һәм ньюсті қалай анализлеу керектілігі, һәм онан қалай пайдалануымыз керектілігі хақында үйретіп өтемін. Демек, сабағымызды басладық. Ньюслар, яғни инглиз тілінде ньюс деп аталады. Жаңалықтар жарияланатұғын һәм жарияланбайтұғын болып екі түрге бөлінеді. Жарияланбайтұғын жаңалықтарға геосаяси жағдайлар, яғни екі мемлекеттің бір-бірімен қарама-қарсылықтары, онан кейін ұрыстар, глобал вирус тарқауы, мәселен COVID-19 сияқты глобал тәрізді вируслардың тарқауы, һәм ұлым айтқанда жарияланбайтұғын қауіплерге инсаниятқа зияны тиетұғын үлкен қаупі бар болған қандай да бір дүниежүзілік жағдайға жарияланбайтұғын жаңалықтар деп аталады. Кейін жарияланатұғын жаңалықтар бұл тек арнан Америка экономикасына һәм Америка саясатына байланысты. Американың ішкі саясатында, ішкі экономикасында болып отырған жағдайларды біздер көріп, соған қарай базарды анализ істейміз. Мәселен, NFP бұл Non-Farm Enrollments, Non-Farm Payrolls, CPI сияқтылар. Онан кейін Америка құрама штатларының басқа мемлекеттерге қоятұғын сауда бажылары да Форекс базарына үлкен тәсірін көрсетеді. Жарияланатұғын жаңалықтардың саны, олардың түрлері оғада көп, бірақ ең танылғылары һәм базарға волатильность, яғни базарға үлкен күшпенен базарды белгілі бір тәріпке қарай өзгерте алатұғын ең күшлі жаңалықтар тек арнан ұсылар. Біріншісі NFP. Бұл Америкада өткен айда қанша адам жұмысқа кіргені емаса шыққанын анықтап беретұғын ньюс. Яғни фирмада болсын, үкіметте болсын, ұлыма мемлекет бұқараларының қай жерде істеуі һәм қай жерден шығып кеткенлігі хақында есапат тапсыратұғын күні. Бұл әр айдың бірінші 5-ші күні болады, яғни жұма күні болады. Жаз күнлері 17:30-да Қарылбақстан уақытыменен, ал қыс күнлері болса 18:30-да, немесе 18:00-де болады. CPI бұл ньюс тұтынушылар товар һәм қызметлер үшін қанша төлеп отырғанын есептейді, яғни инфляция дәрежесін. Кейінгісі бұл PPI, бұл жергілікті істеп шығарушылар товар һәм қызметлер үшін қандай баға қойғанын һәм оның орташа есебін шығарып береді. Бұл CPI ньюсын болжау мүмкінін береді. Бұл бір-біріне жүді байланыслы болған ньюс, бұл екеуі CPI һәм PPI, яғни біріншісінде тұтынушылар, яғни біздер базардағы затларды, товарларды сатып алуымыз, немесе қайсыдыр қызметлерге беретұғын бағамызды орташасын есептейді, бірақ Америкадағы. Ал PPI болса, осы біздерге жеткеріп беретұғын товарларды, қызметлерді істеп шығаратұғын һәм соны атқаратұғын адамлар, емаса компаниялардың өзінің қызметлері һәм товарлары үшін қоятұғын бағасының орташасын есептеп шығарады. Бұл үш түрлі ньюс базарға жүді үлкен волатильность алып келеді һәм базардың жүді күшлі тезлікпенен базардың бір тәріпке қарай әрекетленуін тәминлейді. Инстаграмда емаса басқа бір тармақларда көрген болсаларын керек, NFP-да емаса CPI-да кішкене шотларменен разгон қылып бар пұлын тігіп жіберіп, оны құмарға ұқсатып істеп отырғанлар бар. Бірақ біздер NFP емаса CPI-ға ұқсас жаңалықтар уақытында істемейміз, тек бұлардан біздерге базарды азғандай әрекетке келтіруі үшін, волатильностьтің азғана көбеюі үшін пайдаланамыз. Кейін профессионал трейдер болғаныңыздан кейін де бұл жаңалықтар уақытында істемеуіңіз керек, себебі енді үйренеміз. Брокерлерде спред деген нәрсе бар, ал сол спредті брокер жаңалық уақытында үлкейтіп жібереді һәм сіздің қойған стоп-лоссыңыз да базарда істеп бермейді, себебі базар жүді үлкен тезлікпен әрекет еткенлігі себеплі бірнеше секундтың ішінде сіздің стоп-лоссыңызды алмай, онан төменге де кетіп қалып, аккаунтыңыздағы барлық пулды жоқ қылып жіберуі де мүмкін.
Жаңалық бұл бағана айтқанымдай инглис тіліндегі news. Жаңалық деп қолданбаймыз. Көбінесе инглис тіліндегідей news деп қолданамыз. Басқа трейдерлерде меніңше news деп қолданады. Жарияланушы ньюсларды, бағана айтып өткен ньюсларымызды бізге жеткеріп беруші платформалар бұл investing.com һәм Forex Factory. Онан кейін басқа сайтлар һәм платформалары бар, бірақ ең тез һәм ең сипатлы сенімді жаңалықтарды осы екеуі жеткеріп береді. Бұларды мен қазір таныстырып өтемін, қалай пайдалану керек, біздерге керек мағлұматларды. Міне бұл investing.com сайты, яғни investing.com. Бұл сайт арқылы біздер өзімізге керек болған ұлыма Америка базары, Форекс базары, крипто, ұлыма әммесіне тиісті болған жаңалықларды, ньюсларды осы сайт арқылы ала аламыз. Сайты бірақ оншелі жақсы ісленбеген API сайт. Бұл жерден енді біздерге экономик календар жері керек болады. Жоғарыда қарап өтсеңіз, мінекей экономик календар деп жазып қойыпты. Осы жерге басамыз. Енді бұл сайтты төменге қарай өткерсеңіз, әр түрлі валюталарға тиесілі болған жаңалықтарды көресіз. Енді біздерге керегі USD, евро, Австралия доллары сияқтыларды өзімізге керектілерін таңдау үшін жоғарырақ өткереміз һәм фильтрс бөлімінен өзімізге керегін таңдаймыз. Фильтрс бөлімінде осындай өзімізге керек болғанда мемлекеттерді таңдап шығамыз. Бұлар керек емес. Индонезия, Ирландия. Біздерге еврозон керек, Канада керек. New Zealand, United Kingdom, United States. Онан кейін ньюслардың астына қарасаңыз, 2 жұлдыз, 1 жұлдыз, 3 жұлдыз болып көрініп тұрады. Бұл жұлдызлар ньюслардың қаншелі дәрежеде күшлі һәм базарға қаншелі дәрежеде волатильность алып келетіндігі, яғни күшлілігін көрсетіп береді. 1 жұлдызлар базарға дерлік тәсірін өткермейді, 2 жұлдызда тап сондай өзінің белгілі бір тәсірін өткере алатыны бұл 3 жұлдыз. Соның үшін біздер бұл жерден 2 жұлдыз һәм 1 жұлдызды алып тастаймыз һәм тек 3 жұлдызды қалдырамыз. Apply қыламыз. 3 жұлдызды Fetcher Powell Speaks. Жером Пауэлл деген адам танисыз, сол адам, яғни Федерал резерв басшылығы десем болады. Сол сөйлейді екен бүгін 15:30-да. Яғни айтқанысы, бұл жерде сағатты 15:30 деп көрсетіп қойды. Біздердің өзіміздің уақытымен көрсетуі үшін біздер бұны өзгертеміз. Қырғызстан уақыты ГМТ +5. Бұл жерден қалеген таңдасақ болды, ГМТ +5 болса болды. Бүгін сағат 17:30-да Fetcher Powell Speaks. Бағанағы Жером Пауэлл сөйлейді екен. Қазір сағат 12-ден 1 минут өтті. Сағат 5-те. Енді бұл жерде today, yesterday, tomorrow, this week, next week сияқылы терминдері бар. Түймешелері. Today бұл бүгінгі, tomorrow бір ертеңгі һәм this week осы хаптеде болып өтетіғын ньюслар. This weekті көреміз. Бұл аптеде көруіңіз мүмкін, тек 3 жұлдызды белгіледік бағана фильтрға. USD-ға бағанағы Fetcher, USD-ға және Existing Home Sales, яғни Америкада бар болған үйлердің сатуы. USD Crude Oil Inventories, бұл Америкада запастағы бар болған нефт. Еврода Deposit Facility Rate, бұл адамлардың банкке депозит қоя алу қабілеті көрсеткіші. Interest Rate Decision, ставка көрсеткіші қарары июл айы үшін. Ұлма 3 жұлдыз базарға тәсірі бар. Осыларды көруіңіз мүмкін. 18:45-те базардың қайтып жүруін USD-да, еврода. Базарды біздер анализ істеуіміз үшін керек болған 3 термин бар. Бұлар Actual, Forecast, Previous терминдері. Аудармасы
previous қате жазылыпты бұл жерде. Алдыңғы айда шыққан жағдай. Яғни ньюстің алдыңғы айда қандай болғанлығын, немесе алдын болып өткен ньюсті қандай жағдайменен шыққанлығын көрсетіп береді. Forecast болса болжау, ендігісі қандай болатындығын көрсетіп береді. Actual болса актуал дегені бұл қазіргісі, яғни қазір болған ньюстің жағдайы қандай болғанлығын көрсетіп береді. Біздерге actual керек емес, себебі бұл ньюс өткеннен кейін жазып қояды. Біздерге previous һәм forecast керек болады. Бұл жерде actual бөлімі жазылмаған, себебі бұл news өткеннен кейін жазылады. Forecast бөлімі бұл болжауы previous болса, бұл алдыңғы айда болып өткенлері, алдыңғы өткендегі жағдайлары. Мәселен, алдыңғы айда existing home sales ньюсінің жағдайы 4.03 м болған, қазір болса 4.01 болады деп болжау етіп қойыпты forecast бөлімінде. Бұл previous алдыңғы болған жағдайы, forecast ендігі болжау. Actual болса, осы news болғаннан кейін жазып қояды. Мәселен, бұл жерде yesterday бөліміне өтсек, yesterday кеше болмаған ешқандай. Болма actual бөліміне жазып қояды соны. Онан кейінгі екінші платформамыз, яғни сайтымыз бұл Forex Factory. Бұл Forex Factory сайты, көріп тұрғаныңыздай forexfactory.com. Бұл сайта Forex базарына тиесілі болған барлық жаңалықтар бар, һәм ең бірінші болып осы сайтта пайда болады. Һәм жүдә сенімді сайт, анық көрсетіп береді. Бұл сайттан біздер қалай пайдаланамыз? Сайтта біздерге керегі бұл бағанағы экономик календар бөлімінде жоғарғы ньюстың қасында календар осындай бөлім ашылады. Бұл жерде енді бағанағыдай 3 жұлдыз болып тұрмайды, 3 жұлдыз, 1 жұлдыз болып тұрмайды. Қызыл, сары, қоңыр, ақ болып тұрады. Қызыл бұл базарға тәсірі бар, күшлі. Ақтың тәсірі жоқ. Бұл ақ көбірек байрамларда қолданылады. Мәселен, банк байрамы болады екен Японияда. Сары болса, сары һәм қоңырдың дерлік тәсірі жоқ, бағанағы 1-2 жұлдызбенен тең. Енді біздер бұндан қалай пайдаланамыз? Өзімізге турлап алуымыз үшін оң жақта жоғарыда фильтр бөліміне басамыз. Керек валюталарды таңлаймыз. Маған керегі USD, азада керек емес, Япония керек емес. Онан кейін бұл жерден өзімізге керегі қызылды таңлап қоямыз, қалғандарын өшіреміз. Apply filter. Мінекей тек қана қызыл базарға тәсірі бар ньюслар қалды. Енді бұл жерде actual forecast previous бөлімі бұл жағында жайласқан. Previous бөлімі алдыңғы айда пайда болғаны, forecast бұл болжау, actual бұл енді жазылады. Енді сағатты да өзімізге турлауымыз керек. Сағатты турлау үшін біз жоғарыда оң бөлімде 12:07 PM деп қойыпты. Осы жерге басамыз һәм өзімізге керек сағатты таңдаймыз. Мен турлап қойған екенмін. Екатеринбург, Алматы +5. Қалегеніне қоя аласыз. Қарылбастан Алматы +5 уақытымен жүреді. Save settings. Бұл жерде EM PM дегені бар. Егер 24 сағатлық керек болса, соған өткеріп қоясыз. Әмесі кейін 17:45, 17:30 болып көрсетіп тұрылады. Кейінгі темамыз бұл базарды біздер қалай анализ істейміз. Бұл actual forecast арқылы. Actual forecast арқылы біздер базарды анализ істеуіміз үшін егер forecast бөлімі, яғни болжау бөлімі, болжап тұрған бөлімі previous алдыңғы айдағыдан жоғарырақ болса, үлкенірек санды көрсетіп тұрған болса, демек валютаның қадірі жоғарылайды. Валюта қадірленеді һәм оның құны көбейеді дегенді білдіреді. Егер forecast болжау бөлімі алдыңғы айда шыққан жағдайынан кіші болса, валюта қадірсізленеді.
валютаның құны кескін түседі деген сөзді білдіреді. Базарда бұны buy sell арқылы қалай анықтауымыз мүмкін? Оны мен көрсетіп өтемін. Мәселен, жаңағы жерге кіріп өтейік. Бұл жерде евро үшін French Flash Manufacturing PMI болады екен. Яғни Франциядағы істеп шығарушылардың товар һәм қызмет үшін қойған бағалары евро үшін 12-15-те 24 июльда болады екен. Алдыңғы айда, алдыңғы болған ньюста есебатында 48-де 1 шыққан екен. Индексі 48-де 5 шығады. Яғни forecast previous'тан үлкен. Демек, евро қадірленеді. Евроның қадірі өседі деген сөз. Евроның қадірі өседі деген сөз. Кейінгісі, мәселен басқа USD-ға да айтып өтейін. USD-да unemployment claims, яғни жұмыссыздықты азайту. Алдыңғы ай 221К шыққан екен. Осы ай болжанып атыр 228К шығады деп, forecast бөлімінде. Демек, 221-ден 228 үлкен, USD қадірленеді. USD-дің құны асады Америка үшін. Һәм USD паралары, бұны кейін түсіндіремін. Мінекей. Енді сіз валютаның қадірленуі һәм қадірленбеуі хақында біліп өтіңіз. Яғни forecast-тың егер previous-тан жоғары болса, валютаның қадірленеді. Ал previous үлкен болса forecast-тан, демек валюта қадірсізленеді. Бұны жақсылап түсініп алдыңыз. Енді базарда бұны buy немесе sell-ға қалай істеуіміз керек екендігін көруіміз керек, яғни түсініп алуымыз керек. Базарда бағана айтқан NFP дегеніміз бар. Бұл әр айдың 5-ші күні болады. Бірінші жұма күні. Сол күні сіз базарға қарап көруіңіз мүмкін. Өзіңіздің анализіңізді істеп қадірленді, немесе қадірленбейді деп, оның buy-ға немесе sell-ға істеуін көруіңіз мүмкін. Енді USD парасына шыққан жаңалықта USD қадірленсе, яғни forecast жоғары болса, HOW USD, Euro USD, GBP USD, AUD USD сияқты паралардың бағасы төменге түседі. Себебі USD-дің қадірі асады. Бұл жерде ортасынан бөлініп тұрады. Бірінші HOW бұл алтын, USD Америка доллары. USD-дің қадірі асса, демек алтынның қадірі төмен түседі. Мына жағындағылардың қадірі түседі, USD көтеріледі. Һәм ұлымалық баға төменге түседі. Енді USH, USD CAD, USD JPY параларында болса, USD-дің қадірі жоғары қарай өскендігі себеплі, мына жағындағы валюта параларының қадірі төмен қарай тасылайды. Һәм ұлымалық баға жоғары қарай көтеріледі. Егер USD-ді NFP немесе CPI, PPI-ға ұқсас unemployment newslарды шығуына қарап, USD қадірленсе, мына параларда sell-ға кіресіз. Ал мына параларда болса, buy-ға кіресіз. Егер USD қадірсізленсе, яғни forecast previous-тан төмен болса бағасы, HOW USD, GBP USD, AUD USD, Euro USD-да сіздер sell-ға кіресіз. Мына параларда болса, buy-ға кіресіз. Базарда анализ істегенімізде, жаңағыдай ньюста егер қабелімде кіреміз деп білемен бәрібір кіресіз ньюстың уақытында. Кірмең десек те, сол уақытта кірсеңіз, тек қана ұсыған қарап кірмең. Бұл сіздерге тек сол сайттың емасы платформаның берген мағлұматына қарап кіру. Базар оның мағлұматына қарап отырмайды. Басқаша болып шығып қалуы да мүмкін, һәм пуларыңызды құрдан құры жоғалтып алуыңыз мүмкін. Базарда бірінші болып ұсыған қараң, егер саудаға кіремен десеңіз ньюстың уақытында, бұл сіздерге бір себеп болсын, бағдарыңызды анықтап берсін, яғни bias, daily biasыңызды, саудадағы жөнелісіңізді анықтап береді. Кейін сіздерге тасдиқ ретінде SNR зоналарынан, яғни support һәм қолдап қуатлау һәм қарсылық зоналары емаса басқа блоклар сияқты әрқилы тасдиқлаулар арқылы саудаға кіруіңіз керек.
тек қана болғаны сеніп саудаға кіру сіздерді слейп қылады, яғни пуларыңыздың барлығын жоқ қылады. Ұлым айтқанда мен сіздерге Ньюстың уақытында саудаға кірмең деген болар едім. Мен өзім ұлыма Ньюстың уақытында іздемейтұғын болдым пайдаға шыққанымнан бері. Себебі керек емес бұл уақытта сауда істеу. Мен пулымды қайта-қайта жоғалтқанмын бұл Ньюста, көбейтемін деп ойлап. Бұл құмар болып кетеді, яғни 1x-бетке ұқсас. 10x көтеремін, 100x көтеремін деп көп пулмен кіресіз. Бірақ сізді слейв қылып жібереді, яғни пулыңызды жоғалтады. Бүгінгі сабағымыз бойынша осылар. Бүгін сіз фундаментал анализді үйрендіңіз. Сабақты жақсылап көріп, оны дәптерге жазып, өзіңіз үшін керек болған мағлұматларды жақсылап жазып алың. Мәселен, бағанағы previous һәм forecast деген нәрселерді түсінбей қалған болуыңыз мүмкін. Мына нәрселерді жазып алың. Онан кейін бұл жерде тек қана USD емес, басқа параларды да қойып анализ істеуіңіз мүмкін. Бірақ ең керегі біздерге USD, сол үшін USD-ді жақсылап көрсетіп өттім. Бұларды да жазып алсаңыз болады. USD-ға, sell-ға, buy-ға деп. Демек, сабақ бойынша осы. Сау болыңыз, сіздер менен Forex сауда.